Құрметті достар, сіздерге менің Қазақстаным ұранының аясында өтетін бірінші қалалық Дидар 2006 студенттер кинофестивалін ұсынамыз. Фестиваль ұйымдастырушылары Алматы қаласы жастар саясатын дамыту мемлекеттік қоры және Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы. Серіктестері Қазақстан киногерлер одағы және S-Vision Group. Ақпараттық қолдаушылық көрсеткен Алматы телеканалы, Өнер әлемі, Шахар культура, Алматы ықшамы, Вечерний Алматы, Киноман, Жас Қазақ, Өнер отауы. Фестивальға қатысушылар Алматы қаласының студенттері. Фестивальдің басты мақсаты студенттердің өз замандастарын туған елін құрметтеуге шақыру және өз елінің мәдениетін терең насихаттану барысында жұмыс атқаратын дарынды жастарды табу. Ал енді қазылар алқасына сөз берейік. Дидарға лайықты жүлдегерлер біреуміз бірнеше болатын шығар деп отырмыз. Содан кейін жаңа Ғайын-Жамал жақсы айтып кетті бір жерінде. Сендер патриоттық дегенде мен де қосылып айтайын. Оны лозунгқа айналдырмайық. Мен қазақпын деген ол тек өлеңге жарасады. Жор молдаға деп айтқан. Біз сендердің иістеріңді сезсек, сендердің тілдің музыкасын білсек деп. Сондықтан мен қазылар алқасынан төрағасы болғандарына рахмет. Ал дәурен бұл қадамдарың құтты болсын. Жастарға міндет тұрғандарың жастардың дидарын көру үшін. Бұл бәрімізге де бұл үлкен бір ғанибет жұмыс. Іске сәт жігіттер. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлықтың және халықаралық Джордж Садул атындағы сыйлықтың иегері режиссер Сатыбалды Нарымбетов. Такие фестивали очень необходимы, да, как воздух, особенно молодой поросли, кинопоросли. Хочу начать со слов благодарности Акимату. Вдруг они задумали такой фестиваль. Это чрезвычайно редкий случай. Каждый варится в собственном соку, еще не освоили профессию, но желание такое огромное, очень хочется им через экран выразить обо всем сразу, прямо здесь и теперь. Оставлять желать лучшего, да, многие фильмы. Лоб ты кусаешь, когда смотришь на такие работы. Они истории кинематографа не знают еще. Чувствуется, многие еще даже не только не видели, даже не читали. Надеюсь, в следующий раз отборщики будут более строже. Осы фестиваль жайында бізге өз ойларыңызды айтып берсеңіз. Мынау Дидар 2006 кинофестивалі Қазақстанда Алматы қаласында тұңғыш рет өткелі отыр. Бұл студенттердің кинофестивалі. Бұның негізгі бастамасы бізден болып отыр. Өнер академиясының кино және телевидение факультетінің бастамасыменен. Өйткені бұл біздің студенттердің өткендегі 2005 жылғы желтоқсанда Қазнайы кинода өткізген фестивальда айтылған болатын. Осы фестиваль көлемін біз қалалық деңгейге шығарсақ, ары қарай да көре жатармыз. Мүмкін орталық Азия, Қазақстан деңгейіне шығарамыз бұл студенттердің фестивалі. Өйткені бұл студенттеріміздің бағыт бағдарын білу, елге деген құрметін таныту, елге деген ізгілігін, сосын әр өнер адамы қандай өнерде болмасын, ол суретші болсын, ол мүсінші болсын, ол әнші, композитор болсын, режиссер болсын, бәрі қалайда да ол өзінің түп тамырын негізін ұмытпау керек. Негізі өзінің тамыры болмайынша, туған жеріне, еліне деген сый құрметі болмайынша, одан жақсы, танымал, дені дұрыс, талант шығады. Таланты бар адамның өзінен жақсы бір өнерпаз шығады деп ойламаймын. Сосничева. Hoş geldiniz. Ақпарат құралдарының өкілдері.
енді мінекей бұл менің өзімнің алғашқы өткізіп жатқан шарам. Осы жастар саясат дамыту қорына келгеніме 5 күн болды. Ал осы инициативаны бастап, осы дәурен басында жүрген және осы жастар саясат дамыту қорының өкілдерімен бірге Жүргенов атындағы өнер академиясының өкілдерімен бірігіп осындай үлкен шара ұйымдастырған екен. Әрине, мен өте қуанышты болдым. Бірден жұмысқа келе салып, осындай шара өткізіп жатқанына. Сондықтан қолымыздан келгенше барлық күш-жігерімізді жұмсадық. Осыған енді бағалайтын көрермендер болар және жюри. Сондықтан менің ойымша осы бірінші жастар студенттер кинофестивалі ашылу салтанаты өте маңызды, себебі бүгінгі күні жастардың инициативаларын қолдау және де жастар потенциалын ашу және де осы жастар патриоттық сезімге тәрбиелеу бірнеше тек шара ретінде емес, бұл жалпы жыл бойы өткізілетін шараларымыздың бірі. Сондықтан да келешекте осы фестиваль, Дидар атты фестиваль келешегі үлкен деп санаймыз, себебі бұл алғашқы шарамыз. Сол алғашқы енді сол шараның ішінде бір жетіспеушіліктер болатын болса, біз келесі шараларға одан әрі профессионалдық тұрғыда дайындаламыз. Сондықтан да осы ұйымдастырған, осы шараны басында жүрген азаматтарға көп рахмет алғысымды айтқым келеді. Және де осы шара бір шарамен бітпейді, келешекте жыл сайынғы фестивальға айналмақшы болады. Себебі бүгінгі күні бізде үлкен кинематографтың фестивальдері бар, Евразия атты, Шәкен жұлдыздар атты, бірақ соның жас қанаты бүгінгі дейін болмаған. Сондықтан осы фестиваль сол үлкен фестивальдардың жас қанаты болады деп сенемін. Және де келешекте біздің бағдарламамыз одан әрі өспекші. Себебі бүгінгі күні патриоттық мәселе өте күрделі мәселе. Біз жастарды осы 21-ші ғасырда глобализацияның ғасыр болғаннан кейін біз жастарымызды осы бағытта өзіміздің тарихи мәдениетімізді ұмытпауға және өзіміздің творчестволық потенциалымыз бар екенін көрсетіп білуіміз керек. Сондықтан да келешекте бәрі жақсы болады деп үміттенемін. Және де осы отырған жастар болсын, үлкен кісілер болсын, бәріміз бірігіп жұмыстанамыз деп ойлаймын. Рахмет. Құрметті көрермендер, менің Қазақстаным план аясында өткізіліп отырған Дидар 2006 студенттер кинофестивалінің алғашқы көрсетіліміне қош келіпсіздер. Ал енді құрметті халайық, бүгінгі кинофестиваліміздің осындай жақсы ниетте өткізіліп жатқанына Алматы қаласының әкімшілігі де үлкен қолдау көрсетіп отыр. Сол себептен қазір ортаға Алматы қаласы әкімшілігінің атынан Саят Болатұлы Ағыбаевты ортаға шақырайық. Құрметті қадірлі меймандар, қонақтар, баршаңызды да менің Қазақстаным аясында тұңғыш рет өткізіп жатқан студенттер кинофестиваль Дидар 2006 салтанатты ашылуымен құттықтаймын. Дорогие друзья, участники и гости первого городского студенческого кинофестиваля «Дидар 2006», от всей души поздравляю вас с открытием конкурса студенческих киноработ, который впервые проходит в нашем городе и в Казахстане при поддержке Государственного фонда развития молодежной политики при акимате города Алматы. Акимат города Алматы и лично аким города Иманғали Нұрбек Тасмағамбетов с удовольствием поддержал идею творческого конкурса молодых талантов в кино. Киноискусство сегодня особенно нуждается в приливе одаренной креативной молодежи, способной поднять казахстанское кино до высот мирового уровня. Наша земля всегда была богата талантами. Мы не сомневаемся, что ваше поколение оставит свой незабываемый след в мире кино, и из вас вырастут такие мастера, как Шакен Айманов, Султан Ходжиков, Михаил Беркович и другие, прославившие казахстанское кино. Наше кино не должно отставать от бурно меняющейся жизни. Люди ждут интересных, неординарных фильмов, живых летописей,
в которых отражается жизнь простого человека, народов Казахстана, история и культура независимого Казахстана. Мы верим, что кинофестиваль студентов города Алматы станет ярким событием культурной жизни молодежи нашего города, а впоследствии приобретет и статус республиканского. Желаем всем участникам больших успехов и побед в конкурсе творческого роста и удачи. Құрметті қонақтар, құрметті жастар, құрметті өнер сүйетін қауым, өнерлі жастар. Мынау менің Қазақстаным атты бүгінгі Дидар 2006 жылғы басталатын үлкен кинофестиваль осы құтты болсын. Өмір ғұмыры ұзақ болсын. Біздің елге, жерге деген қызметі мол болсын. Біздің еліміздің, жеріміздің үлкен өмірін кешегі мен бүгінгі күндердің барлығын астарлайтында, оның өмірін көрсететінде осы кино, телевидение, театр, осы өнер. Сол өнер арқылы біздің Қазақстанымыз бүкіл дүниесіне паш етіледі деп ойлаймын. Құтты болсын. Ал енді құрметті көрермендер, сіздердің уақыттарыңызды алмау үшін мынау осынау кино өнерінің хас шебері деп айтсақ болады. Ортаға Қазақстанның халық артисі профессор Кәукен Кенжетайұлы шақырайық. Менің қымбатты бағаларым, шөрелерім, мынау нелігін ғажап жақсы дүниені бастап отырсыңдар. Мен осы киноның ең алғашқы, осы театрға кіргенімде алғашқы осыны бастап еді. Міне тіпті үстіне мен өзім түсіп едім киноға. Мыналарым құтты болсын, бақытты болыңдар, өркенді болыңдар, өмірлі болыңдар. Жаса менің кішкентай бауырларым. Дидар деген жалпы мынау студенттерге байланысты фестиваль өте қажет. Бір қуантатын жағдай, бұл тек қана шектелмейді, Жүргенов атындағы өнер академиясымен. Қарап отырмыз, Кемеп, тағы да басқа институттың балалардың жұмыстары қатынасады. Сол жағынан қарағанда алматылық акиматтың бұл үлкен ісі деп ойлаймыз, қолдаймыз. Өйткені шынында да өнер академиясы болғаннан кейін жалпы өнердегі жүрген азаматтар өздерінің жұмыстарын бір-біріне көрсетіп, сараптау өте қажет деп ойлаймыз. Кинотанушы, өнертану профессоры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нөгербек Бауыржан. Енді біз бұрын осыған ұқсас фестивальдар болған, «Смотри по-новому» деген, жаңа көзқарас деген. Енді мынау Дидар деп аталады екен. Осы жалпы кез келген фестивальдің басталады кейде өкінішке орай. Бір-екі рет болады да, содан кейін тоқтап қалады. Солай болмаса деп тілеймін. Өйткені ол фестиваль болғаннан кейін ол ұзақ болу керек. Ол өзінің бір жылдар өткен сайын өзінің регламентінде, келбетінде анықтай алады. Сол себептен Дидарға көп жыл тілейміз. Мынау фестивальдардың жалғасын таба берсін, айналайын. Бәрін бұл ынталандыру дейді, үміткер дейді. Бұл жол болмаса келесі жолы қазақта айтады, атын тұлпарын жарысқа салады дейді. Жарысқа салып жатырсыңдар. Оның үстіне мына қыз балалар осы жолы көп екен, соған жаным ауырды сондай. Себебі оның не екенін әлі білмейсіңдер. Режиссерінің қыз балалар не екенін әлі көресіңдер.
Екіншіден айтайын дегенім осы, міне бәріңді мына режиссерлар, актерді әкеп түсіреді. Адам қылады, көрсетеді, шығарады. Кімнің арқасында? Режиссердің арқасында шығады ол актерлар. Сол сияқты мына шәкірттері де ұстаздардың арқасында. Мен бәріміздің атымыздан көп киносын көрдік, осы жерде көбісі сол болды. Айтар едім, алғысымды осындай шәкірттер тәрбиелеген. Сондай кішкентай әйел Ғайни Әбділдің көп рахмет. Так что очень ощущение такое приятное. Первый фестиваль, это, да, есть недостатки, все это будет нормально. Самое главное, творчество, таланты есть начинающие, самое главное. Самое главное, тут атмосфера очень такой творческий. Вот. Спасибо этому фестивалю. Конечно, надо понимать, что фестиваль учебных студенческих работ, и в принципе, наверное, мало кто из участников фестиваля готовился сделать именно фестивальные работы. Скажу так, теория, практика монтажа, серьезно к этому предмету студенты относятся, как операторы, так и режиссеры, ну и сценаристы, наверное. А фестиваль разнообразен, но засилие клипов таких очень средних. Я уж думал, что документальную ленту или игровую ленту сложнее сделать, потому что организационно очень много нужно продумать. Во-первых, найти сценарий хороший, актеров и так далее. А клип ведь это же готовая канва. В общем-то, есть песня, есть исполнитель. Останется только режиссура этого клипа и хорошие съемки. Ну и, естественно, монтаж такой подходящий. Біз үшін жалпы кинематографистер үшін, студенттер үшін, жалпы халық үшін не береді? Өте қуанышты жағдай. Өйткені шынында да бұл студенттер бір-бірінің жұмысын көріп, өзінің жұмысын басқалармен салыстырып, өзгенің жұмысын көріп, өзінің өсу деңгейінің қаншалықты екендігін олар анық сезе алады. Балалардың, жалпы студент жастардың әртүрлі жанрда түсірген фильмдерін көрдік. Сонан кейін әртүрлі тақырып, сонан кейін әртүрлі стиль дейді. Әртүрлі стильде жасалған фильмдерді көрдік. Бұл жаңа оның ішінде триллер жанрының элементтері бар, детектив жанры, мелодрама жанры дейік. Сонан кейін өте жақсы деректі фильмдерді көрдік. Первый фестиваль здесь, в Алмате, самих студентов организован. Это очень интересно. Во-первых, они видят друг друга. Здесь они, например, близко общаются с друг другом. И этот фестиваль показывает, когда они увидят свои работы со стороны. Потому что каждый показывал где-то, а другой однокурсник не видел эту работу. А теперь они видят. Что вы ждете от фестиваля? Ну, мне хочется увидеть хорошие профессиональные работы и, естественно, выделить талантливых людей. Это всегда приятно. И поэтому мне хотелось, конечно, пожелать всем удачи. Удачи творческих, так сказать, замыслов, которые вы хотели воплотить в своем произведении, чтобы это все удалось, и чтобы зрители получили удовольствие. И вы сами в первую очередь. Это же первый опус, первый фестиваль ваш. Я думаю, что это как, если это ввести в систему, то вы будете в институте знать, что весной начинается фестиваль, что вы к этому должны готовиться. Вы будете стараться, будет конкуренция, будете снимать фильмы. Поэтому его надо сделать периодическим. Мне интересно посмотреть, кого мы готовим, какое будет следующее поколение, держите ли вы палец на пульсе времени. Вот я хочу пожелать успехов первому вашему опусу, первому фестивалю «Дидар» 2006 года, и хочу, чтобы он стал регулярным. Спасибо. Чем хорош этот фестиваль, тем, что он, опять же, показывает уровень молодых наших специалистов, молодых кинематографистов, о том, что, по крайней мере, у нас потенциал есть в Казахстане, и что это вот те будущие режиссеры, сценаристы, актеры, которые уже лет через 5, через 10 уже вольются в общую струю. И этот фестиваль необходим.
Он доказывает, с одной стороны, опять же, что мы существуем, с другой стороны, он показывает и большим кинематографистам о том, что как бы создается конкурентная какая-то среда. Более того, в нашем казахстанском кинематографе не хватает фильмов о молодых, о молодежи, о проблемах молодежи, о желаниях, о интересах. И это как раз вот те фильмы, которые будут говорить нам о новом времени, о новых героях. И я думаю, в общем-то, и большие наши кинематографисты, большим кинематографистам стоит посмотреть именно на те вопросы, которые молодые кинематографисты предлагают и зрителям. Свои ощущения можно передать, рассказать, как это было? Во-первых, я благодарен организаторам фестиваля за то, что они дали возможность студентам нашей академии и других университетов нашего города возможность показать свои фильмы, показать свою боль, свои переживания по поводу нашего общества, нашей страны, республики, вообще мирового, скажем так, общества. Для нас возможность, для меня возможность именно показать те переживания, которые находятся внутри нас, с которыми мы были рождены, воспитаны, взрослены, так сказать, нашей республикой. Негізгі идея мұндағы жаңағы қазіргі жас жұбайлар мысалға жастықтанда деп ойлайды кейбіреулер ажырасып кету себептері да. Негізінен мен мұнда жаңағы сол тақырыпта и проблемада и жаңағы ішімдік жағын алып отырмын. Содан арқылы, сол бала арқылы осындай жаңағы жастардың жанұяларының бұзылуы соны көрсетейін деген, содан кейін жаңағы кейінгі келешек ұрпақтың мысалға тағдыры не болады деген сияқты, ажырасып кетсе егер. Вот такие фестивали, они вообще у нас в городе нужны. И чем их больше, тем это и лучше. И надо привлекать внимание нашей общественности к нашему студенческому кино. И что самое главное, то что у нас есть студенческое кино. И вот этот фестиваль, он как никто, как ничто другое, действительно проявляет сознание молодежи. Хотел запечатлеть вот состояние той молодежи, которая действительно живет одним днем, которая как бы вроде бы к чему-то стремится, но в то же время ничего не делает. А сегодня мне было очень интересно, потому что уже 4 месяца я преподаю в институте, знаю многих из этих студентов. И некоторые мне очень понравились, некоторые я уже тоже видели. Вот, например, фильм Anonymous, называется по-английски. Мне раньше очень понравился, я уже послала в Америку на фильм-фестиваль для независимого кино. Так что сегодня было, конечно, хорошо еще раз посмотреть. Это очень трогательно и очень хорошо было снято. Это не только вот столько красиво, очень красиво было. Столько вот разных ракурсов, да. Это так живо было и так ярко. И, конечно, сама история ужасно мне понравилась. А потом был очень интересный фильм, вроде документального фильма, где, наверное, речь шла о всех обрядах и о традициях. Там показывали, как делали домбры и другие инструменты. Ваши пожелания нашему фестивалю? Пожелания фестивалю, чтобы он, как всегда, каждый год были казахстанские фильмы, лучше и лучше приближались, чтобы наши фильмы номинировались и на Каннском фестивале, и как бы на Оскар, потому что у нас есть все предпосылки к этому. У нас много хороших режиссеров, как бы постановщиков, сценаристов. Я думаю, что мое пожелание, чтобы режиссеры ближе были к народу. Ну, как бы романтизма надо такого. Деңгейі енді аса биік деп айта алмаймын, мүмкін кей жерлерінде техникалық ахуалдар болады, кей жерлерінде мысалы таза шығармашылық кемшіліктер болады. Бірақ енді
қайталап айтамын, бұл алғаш қадам болғансың, ол енді болады ондай. А былай жалпы қалай десең де, бұл фестиваль ол мереке бәрі біз үшін. Біз жалпы өнер сүйер қауым үшін, кино сүйер қауым үшін бұл той деуге болады. Сондықтан той-тойға болсын, той болсын деп айтамын. Рахмет. Это очень хорошо, то, что подобного рода мероприятия проводятся. Тем более, что есть люди, есть участники, есть зрители, то есть какой-то свой контингент образуется. И мы должны к этому стремиться, мы должны устраивать такие мероприятия как можно чаще, чтобы поднимать уровень заинтересованности молодежи в кинопроизводстве. Я благодарна, что вот идет такой фестиваль, что организовали такой фестиваль. Это большая возможность для молодых студентов проявить свою работу. И думаю, фестиваль проходит так, как мы этого желали. Со вчерашнего дня мы просмотрели уже более 40 фильмов документальных, художественных, клипов. Ну, вообще под девиз фестиваля «Менің Қазақстаным» не все фильмы отвечают. Но я думаю, это для начала. В будущем, я думаю, если фестиваль будет придерживаться вот таких вот девизов хороших, студенты будут стараться под этот девиз что-то делать хорошую работу. Қысқа мерзімде ұйымдастырылды. Сол қысқа мерзімнің өзінде 70 студент өзінің жұмысын әкеп өткізді. Соның ішіндегі 57 жұмысты отбордан өткізіп көрсетіп жатырмыз. Таңдалынған жұмыстар өте жақсы, көрермендердің де әділқазылардың да ойынан жақсы шығып жатыр, ұнап жатыр. Әр түрлі салада түсірілген жұмыстар өзіме де ұнап жатыр. Ешқандай қиындықтар, ешқандай даже техникалық қиындықтар да туындап жатқан жоқ. Бірінен кейін бірі жақсы өтіп жатыр. Сам фестиваль существует, он начал работать. Меня это просто радует, поскольку мы должны воспитывать в наших зрителей понятие, что есть свое родное кино, которое должно существовать, должно быть. И мы устали смотреть, рождать для себя таких культовых героев Запада. Надо создавать своих казахских культовых героев. И тогда у нас будет своя национальная идея. Бұл фестивальді ұйымдастырғандағы біздің басты мақсатымыз, яғни болашақта осы қазақ киногерлерін, қазақстандық киногерлерді осы қазақтың негізгі халық, қазақтың мәдениетіне тарту. Яғни сол қазақ халқының көнеден келе жатқан мәдениетін одан әрі дамыту мақсатында жұмыстарды болашақта, яғни бұл фестиваль жалғасын тауып жатса, келешекте соған негізделген фильмдер түсіреді деген ниеттеміз. Яғни қазақстандық патриотизмді дамыту, ұлт жандылыққа тәрбиелеу осындай студент кездерінен басталады деп ойлаймыз. Енді номинацияларға тоқталып кететін болсақ, бас жүлде, оған арнайы тағайындалған статуэткамыз бар, мүсіншеміз, сол беріледі, және заттай сыйлықтар. Сондай-ақ 4 үздік көркем фильм, үздік анимациялық фильм, үздік музыкалық бейнеклип, үздік деректі фильм сынды номинацияларымыз бар. Сонымен қоса үздік режиссерлық жұмыс үшін, үздік операторлық жұмыс, үздік сценарий үшін, және де үздік әйел адам рөлі, үздік ер адам рөлі, көрермендер көзайымы, сондай сыйлықтар, номинациялар тағайындалып отыр. Енді бүгінгі бас бәйге, кейінгі бәйгені қазір жариялаймыз. Жігіттер жанында отырған мынау сайдың тасындай үлкен өнер иелерінің қатар тұрамыз да, қазір сосын кейін өзді үлестіру басталады. Өзіміздің кинофестивалінің атын «Менің Қазақстаным» ұраны аясында өткізіп отырғандықтан қазақи нақышымыз бар. Қазақ халқы егемендік алғаннан бері
қандай өзіміздің символикамызды ойлап тапқанымызды білесіздер. Төрімізде тәуелсіздік монументі өзін бой түзеп тұрғандықтан, осы тәуелсіздік монументінің белгісімен алтын жабатылған символикамызды ұсынайық деп отырмыз. Тәуелсіздік символикасын алған себебіміз, біз тәуелсіз қазақ мемлекеті болғалы бері өзіміздің жастар арасында бірінші рет кинофестивалімізді өткізіп отырмыз. Сондықтан осы тәуелсіздігіміз баянды болсын деп, мына жерге тіптен Дидар 2006 Алматы студенттер қаласының кинофестивалінің жеңімпазына деп жазып қойдық. Құтты болсын дейміз. Мақсаттың бүкіл түсірілген киноларының барлығын осы кең көлемді экраннан өзі көріп жүрсін. Жастарға тілерім осы Дидар кинофестивалінің ұйымдастырып жүрген ағаларымызға, осы жастарымызға көп-көп рахметімді айтам. Енді біздің жастарымызға тілерім тек қана қанаттары талмай, осындай біраз дүниелер жасаса екен деймін. Осы біздің қазақ киносына кішкене болса да үлестерін қосып, ары қарай жұмыстарын жасап, ештеңеден қорықпай, жасайым деген нәрсесін жасаса деп ойлаймын. Құрметті көрермендер, осымен Дидар 2006 кинофестивалі аяқталды. Дидар фестиваліне және оның қатысушыларына үлкен творчестволық табыс тілейміз. Ұлттық кинематографтың деңгейін көтеріп, киносын бүкіл әлемге танытуға баршамыз атсалысайық ағайын. Қазақ киносы бүкіл әлемге танымал болсын. Қазақстан кинематографының болашағы біздің қолымызда.